Мен бірнеше ролик жауынгерлік өнерге арналғым келеді. Өзім бір маман емеспін, бірақ менің жарым Таласбек Әсемқұлов бұл әңгімені жақсы айтушы еді. Мысалы, мынау Номад станс деген, біздің Номад деген каскадерлар тобымыз бар ғой, кәдімгідей дүрілдеп жатыр. Голливудтың блокбастерлеріне қатысады. Жақында Ридли Скоттың Наполеон фильміне қатысқан екен. Бірақ көңілің толмайтын, оларды да көргенде, сосын ата-бабаларымыз туралы түсірілетін тарихи киноларды көргенде, көп кезде олар атқа мініп келеді да, сосын соғысатын жерде аттан бәрі түсіп қалады да, жаяу соғысады. Өйткені жаяу соғысқаны ол оңай. Басқа халықтарда, Европада, Қытайда түр-түрімен көрсетеді ғой. Ал біздің ата-бабаларымыз олар аттың үстінен соғысқан ғой. Жаяу жүріп соғысқан ол өте сирек. Жақында мен Номад басшының сондай бір видео шықты, олар дайындалып жатыр да, сонда қылыштасып жатыр жерде, секіріп, жүгіріп, сальто жасап, қытайлар сияқты. Сосын мен айттым, бұның бәрі жақсы, сіздің жетістіктеріңізге мен қуанамын. Дегенмен сіз аттың үстінен соғысқа көбірек көңіл бөлсеңіз дегенде, маған бір адам сол жерде коммент жазған ғой, аттың үстінен кім қылыштасады деп. Сосын күліп жібердім, жауап жаздым. Қазір осы жайында бірнеше ролик айтайын.